әдеттегідей құралай әр күн сайын. Қазір таңғы ас дайындаймын, және де таңғы аспен бірге видео монтаждайтын боламын. Яғни кешегі күннің видеосын бүгін монтаждап ютубқа жүктейтін боламын. Таңғы асқа бауырсақпен шай. Ең таптырмас таңғы ас шығар қазақтар. Алматыда уже қыс. Там всегда өзіміздің жұмыстармен шығып бара жатырмыз. Қыста кроссовки киетін адамды көргенсіздер ме? Көрмесеңіздер қазір көрсетем. Қыста кроссовки киетін. Жолдың шетінде болғаннан кейін мына қарлардың бәрі ласы. Қыстаға келдім. Мінекей 3 коробка супергенчек мегабоксты жібергелі жатырмыз. Қандай еңбекпен көтеріп келдік десеңіздерші. Қазір бланк алып толтырып жіберетін боламыз. Гранд парктегі мегабокстан деп қой. Гранд парктегі Қазпочтадан өте керемет почта деп айта аламын, себебі бұл жер 9-ға дейін жұмыс жасайды. Және адам да аз, очередь ондай көп болмайды. Міне қазір 2 касса бос тұр, бірақ маған товар жіберу керек болғандықтан, ана соңғы кассаға бару керек, 4-ші кассаға, сондықтан тұрмын. Абылай негізі адам да аз болады, үнемі адам аз болады, өте керемет бұл. Мына жерде қандай қызықтар бар екенін көрсетейін сіздерге. Алғашқы күннің хат қалтасы. Керемет, бұрынғы хаттар қалай барған солардың барлығы осындай бар. Мінекей СССР напомню, спорт, живопись дейді. Керемет. Қазпочта. Қараңыздар. Әдемі, алғашқы күннің хат қалтасы. Конверт. О, міне. Шоқан Алихан, Сакен Сейфуллин. Вообще осындай. Өте керемет. Димаштың суреті толып тұр. Қараңыздар. Кім Димаштың әндерін тыңдайды? Кім Димашты жақсы көреді? Димаш Қазпочтаны таңдайды. Мінекей осылай жүреміз. Салмағы 6 килограмм 635 грамм. Тұрыңызды көрсетпеймін.